Өтті қызық көп күндер, 6 жасқа жеттіңдер. Барасыңдар мектепке, бір белестен өттіңдер. Өсті ақыл ойларың, өсті міне бойларың. Қуанышқа ортақпыз, құтты болсын тойларың дей келе, бүгінгі салтанатты мерекемізді көгершін биімен қабыл алыңыздар. Ойы ұшқыр тым зерек, өз ақылды, өз ойлы, Айхан деген ұлымыз. Маңман басып келеді, айтқанына көреді, әдепті ол мен қызымыз, Аделя мен Арижан. Салмақты жігіт мирас, жымияды күлімдеп. Қошеметтен құрметті ата-аналар, үнді деген көздері, салмақты оның сөздері, Али деген ұлымыз, ойы ұшқыр ақылды, әмір деген ұлымыз. Жарқын жүзді гүліміз, ұлы ойшылдай болатын Раяна деген қызымыз. Жарқыр айды жанары, ақ бота деген қызымыз. Қошеметтен құрметті ата-аналар, жарқын жүзді гүліміз, ұлы ойшылдай болатын Раяна деген қызымыз. Раяна ортаға шығар, қайнеке. Жарқыр айды жанары, ақ бота деген қызымыз. Қошеметтен құрметті ата-аналар, ақ бота. Сағынды әдеп, сұлу қызымыз Әйгерім. Қанна көнеді, алдап жүреді, маңғазданып сөйлер, Аружан деген қызымыз. Күліп жүреді, Әйзере сұлу қызымыз. Құрметті ата-аналар,
Маң-маң басып жүреді, мөлдірікті көздері, Даниял атты ұлымыз. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, құрметті ата-аналар. Даниял ортаға. Тәрбиетті Мақпал Жүнісбайқызы, тәрбиеші көмекшісі Айжан Қалиханқызы. Қошеметтеріңіз. Ортаға сұлу қыздарымыздың Павлин биін қабылыңыздар. Мерекеде сызылтып ән салады, ән айтып бедеп жан салады. Бұл ұлы мерекеде ән салғанда бүкіл ел шапалақтап қарсы алады. Балалардың орындауында тәрбиеші әнін қабылдаңыздар.
Жалғып тасып әніміз, жақтырасын нымыз, мың бұралған биемен балалар қарап тұрмасын деп кезекті испан биіне берейік. Балалар, бүгін сендерде керемет мереке болып жатыр деп естідім. Сендер мектепке барады екенсіңдер. Бұл рас па? Балабақшамен қоштасып, биік асулардасып мектепке қадам басасыңдар ма? Жақсы, олай болса, бүгін мен сендердің білімдеріңді тексеріп, кімнің мектепке дайын екенін білуге, көруге келдім. Қазір менің сендерге дайындаған сұрақтарым, тапсырмаларым бар. Соны бірге орындайық, жарайды ма? Естімедім, балалар. Ал, кәне, олай болса, менің сұрақтарыма жауап берейік, жарайды ма? Балалар, барамыз ба? Кілем, бестік аламыз ба? Таңертең ерте тұрамыз ба? Нан жеймін деп жылаймыз ба? Анамыздың айтқанын тыңдаймыз ба? Тамаша.
Тамаша. Ал аналар, біздің балаларымыз ақылды, өнерлі екен. Олай болса, сіздерді де бір сынға алайық. Қанекей аналар, менің қойған сұрақтарым. Сіздер де жауап беріңіздер. Құрметті аналар, балаларыңызға үнемі өз уақыттарыңызды бөліп сабақ оқытуға дайынсыздар ма? Мен WhatsApp-та отмын, өзім оқы деп айтасыздар ма? Мен шаршадым деп жолдасыңызға, болды, мен оқытпаймын, енді сен оқыт деп айтасыздар ма? Вақытында ерте оятып, тамағын беруге дайынсыздар ма? Киімін таза етіп, мектепке дайынсыздар ма? Балаларыңызға үнемі қолдау көрсетуге дайынсыздар ма? Ал балақайлар, олай болса, қазір менің сендерге дайындаған сиқырлы қораптарым бар. Бұл жерде маған бірақ көмекші қажет. Қане, кім маған көмекке керек? Маған көмекші керек. Балақайлар, сиқырлы әріптер, сандар бар. Соны жылдам ортаға алып келейік. Қане, алып келе қойыңдар. Жылдам көмек қажет. Қанекей, жылдам ортаға алып шат. Келе қой. Ал енді менің жаныма бірнеше қыз келе қойыңдар. Есімің кім? Аделя. Аделя, тамаша, менің көмекшім болады. Сенің есімің кім? Айгерім. Айгерім, қандай керемет есім сенің есімің? Сымбат. Қандай тамаша. Қыздар, қараңдар. Бұл жерде сан түрлі әріптер бар. Енді қараңдаршы, біз үлкен жанұя деген балабақшада білім алдық. Осында тамақ іштік, әдемі киім киіп өнер көрсеттік. Олай болса, қазір осы жердегі әріптермен Балабакша деген сөзді құрастырайық. Жарайды ма? Қанекей, көңілді әуенмен балақайлар, бірінші қай әріптен бастайтыныңызды ойланып сөзді құрастыра береміз. Бірінші Б деген әріпті ең бірінші жоғарғы жаққа қояйық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Ал қалпын бақылар, сендерге де менің дайындаған тапсырмам бар. Қанекей, қазір мен сендерге әріп таратып беремін. Сол әріпті біз талдайтын боламыз. Жарайды ма? Қанекей, ортаға кезек келе ғой, бір-бірден келе қойды. Біреу-біреуден келеміз. Осы жерде көрсетілген бір әріпті ала қойшы. Али, қанекей, анамызға көрсетейік. Бұл қандай дыбыс? Бұл дауысты ма, дауыссыз ба? Және бұл әріптен басталатын бірнеше сөз айтып бере қойшы. И дыбысы. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Тамаша, не себепті дауыссыз? Түп. Түсі оның қандай? Түп. Тамаша, ал и дыбысынан басталатын қандай сөздер білесің? И. Тамаша, тағы да? Инелі. Тағы да? Жақсы, тамаша, доғыл шапалақ. Инелі, дыбысы, тамаша, қандай білімді балалар. Сенің есімің кім? Әмір, осы жерде көрсетілген бір әріпті қандай қойды? Көрсетеміз. Ал енді айта қойшы. Ш. Ұқсап тұр ма? Айта қой. Қандай дыбыс? Ш дыбысы. Ш дыбыс екен. Ал енді бізге көмектесші. Бұл Ш дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз, тамаша. Ал енді Ш дыбысынан басталатын сөздер айта қойшы қане. Шаңғы, тамаша. Әмір, қайықшы маған. Мынау не, Әмір? Бұл не? Шаш, демек Шыдан басталатын тағы да қандай сөз бар екен? Шаш. Тамаша. Доғыл шапалақ, орныңа бара ғой. Келе ғой, келе. Сенің есімің кім? Алихан. Тамаша. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Дауысты. Ал дауысты болса, онда дыбысынан басталады.
басталатын бірнеше сөздер айта қой. Асбабақ. Апай. Тамаша, орныңа бара ғой, Алихан. Келесі тағы да келеміз балақайлар. Маған көмек берген қыздар келеміз, келе ғой ортаға. Кәнеге нені көмекшім боласыңдар бүгін? Естіміш? Аяла. Аяла. Мына жерде көрсетілген бір әріпті таңдай ғой. Ал аяла, бұл қандай дыбыс? Қарашы қайтадан ойланайықшы. В дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Олай болса, В дыбысынан басталатын бірнеше сөздер айта ғой. Вагон. Вагон, тағы да? Велосипед. Велосипед, тамаша, орныңа бара ғой. Келесі, кәне, кім келеді, қыздар? Келе ғой. Ой, қандай әдемі сері жігіт. Есімің кім? Алижан. Алижан. Осы жерде көрсетілген бір әріпті таңдай ғой. Ал Алижан, бұл қандай дыбыс? Қаттырақ айтамыз. Н. Тамаша. Ал Н дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Дауыссыз. Н дыбысынан басталатын бірнеше сөздер айта қойшы кәне. Нан. Тағы да? Айта ғой. Натай. Тамаша, дуғыл жапалақ, орныңа бара ғой. Тағы да кәне, кім балалар? Айдар, кәне бір әріпті таңдай ғой. Бұл қандай дыбыс? Қандай дыбыс? Кәне, айта қойшы. Ч. Тамаша, Ч дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Тамаша, Ч'дан басталатын сөз айта қойшы кәне. Четко. Чемодан. Тамаша, орнына жайғаса ғой. Ал енді менің көмекшілерім балабақша сөзін құрастырды ма, кәнеке тексеріп көрейін. Қандай сөз шықты бізде? Балабақша қайда? Қайда кетті? Таппай жатырмыз ба? Олай болса қайтадан бір тексеріп көрейікші, мүмкін орындар ауысып кеткен шығар. Кәнеке, қайда кетті біздің шы? Кәнеке, онда бізде қыз жоғалып қалады ғой. Енді не істейміз, балалар? Онда кейбір әріптерді орындарын ауыстырып көрейік, сонда бізде толық сөз шығар. Кестік пе қыздар? Келе қойыңдар. Онда бізде мына бірінші тұрған, ортасында тұрған бұны басына апара қой. Тамаша, келе ғой. Ал енді мұнда бізге қандай әріп керек? Қараңдаршы, бұл қандай? Тамаша, анық екінші қояйын. Жақсы. Енді бізге қандай әріп керек? Тамаша, қайда? Мінекей қоя ғой. Үшінші апарып қоямыз. Ал әрпінен кейін қандай әріп керек, қыздар? Кәне, ойланайық. Кәнеке. Дыбысы. Балалар, мүмкін мына аны қоямыз. Бұл әдемі сияқты, кәнеке, орын ауыстырайық, ортасына төртінші қылып қоя ғой. Енді қандай әріп керек? Бала. Тағы да қандай келесі? Б. Тамаша, қайда Б? Мінеке, мынаны қояйықшы, мына қызымызды бірінші тапты Сымбат қызымыз бірінші ұстады. Мінеке, бұны қоямыз. Бала. Б. Келесі қандай? Келеспейапты. Менің ойымша бізге керек. Мінеке, мен таптым. Олай болса сендер қойыңдар. Келе ғой менің жаныма. Келе ғой. Ұстаймыз. Қоямыз келесі. Тамаша, енді қандай әріп керек бізге балалар? Дұрыс айтасыз, қыны қоямыз. Енді қандай әріп? Қандай әріп жетіспей тұр бізде?
Мен таптым, дұрыс па балалар? Шыма бұл? Әлде мынау шыма? Қайсы? Тамаша, қоя қойсын ба. Енді соңғы бізге қандай әріп керек? Қандай әріп керек? Айгем, қасында ақыл. Қанекей, таба қойшы, а бар ма? Ал енді тексерейік. Бізде дұрыс шықты ма? Балабакша. Дұрыс па қыздар? Дұрыс па таналар? Тамаша, біздің қыздарымыз өнерді екен, әріптерді де білер екен. Орындарына отыра қойыңдар. Келе қойыңдар. Сіздерге балақайлардың өнері ұнады деген ойдамын. Жанұя балабақшасынан білімді, ақылды, өнерлі, озат бүлдіршіндер өсіп жатыр. Алдағы уақытта мектепке барғанда осы жанұя балабақшасының бүлдіршіндері деп мақтан тұтып жүретін боламыз. Ал балалар, өнерлеріңді ары қарай тамашалаймын. Менің тағы да сендерге көп дайындаған тосын сыйларым бар. Келістік пе? Тамаша. Алдарыңызда жігіттеріміздің грузин қабылыңыздар. Қошеметтеріңізді қымаңыздар, құрметті ата-аналар. Олай болса, менің тапсырмам әлі біткен жоқ. Жаңа Сендерге білім ханшайым ұнады ма? Балақайлар, олай болса, менің тапсырмам әлі біткен жоқ. Жаңа келесі кезекте мен сендерді математика, сан жағынан тексергім келіп тұр. Олай болса, ортаға маған көмекші қыз қажет. Келе ғой кім, кәне маған көмек береді. Бүлдіршіндер, келе қойыңдар. Келе қойыңдар қыздар, кәнекей ортаға шығамыз. Келе қой. Есіміңді айта ғой. Аружан. Аружан, тамаша. Аружан, сен сандарды білесің бе?
Тамаша. Олай болса, мұнда сандардың орны ауысып кетіпті. Ал сен олай болса, бұл сандарды 0-ден бастап 10 санына дейін тізбектеп қойып шық, жарайды ма? Тамаша, орындай ғой. Кәнекей, сенің біліміңді тексереміз. Мына 0-ді алып, астына жабыстыра ғой. Ал балалар, менің тағы да бір тапсырмам бар. Кәнекей, сендер келесі қандайсың? Келесі қандайсың? Бір. Келесі қандай? Келесі қандай? Айта қойшы. Тамаша, екіні қайдан көріп тұрсың? Кәнекей, табайықшы екіні екеуміз бірге. Ой, кәне, бұл қандайсың? Екі. Келесі қандайсың? Үш. Үшті көріп тұрсың бе? Кәне, таба қойшы үш санын. Тамаша, дұрыс. Ал енді келесі қандайсың? Төрт. Ой. Тамаша, келесі қандайсың? Жасыл. Бес. Дұрыс айтасың, оның түпі жасыл екен. Тамаша, кәне. Қандай бізде? Кәне, есіңе түсіре қойшы. Қызыл түсті. Кәне, таба. Тамаша, дұрыс. Келесі қандайсы? Сәттіздің түсіне ұқсайды, ол қандай? Жеті. Тамаша, жетіні ала қой, кәне. Дұрыс па, ата-аналар? Қошеметтеп отырайық. Ала қой. Жеті. Келесі қандай бізде? Қара түсті. Сегіз. Ала қой. Тоғыз. Тамаша, жабыстыра қой, кәне тоғызды. Тоғызды таба қой. Жабыстырамыз. Тамаша. Керісінше, бұлай. Осылай дұрыс сияқты. Келесі соңғы бізде қандайсың? Алып, жабыстыра қой, онды. Ал енді бізге санап беріп қойшы, кәне көрсетіп. Деп мәстай ғой. Қатты. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Қошеметтеріңізді аймаңыздар. Кәнекей, орнына жайғаса ғой. Ал енді балақайлар, сендерге тағы да менің сиқырлы қорапшамның тапсырмасы бар. Олай болса, ал кәнекей, ақ сандығым ашылды, ішінен тапсырмалар шашылды. Ала ғой. Ал балалар, қолымыздағы тапсырмаларды көрдік пе? Ол жерде қосу, азайту амалдары жазылып тұр. Олай болса, кімде тапсырма бар, сол ортаға шығып, осы тапсырмаларды орындайды. Али. Тамаша. Ал Алидің білімін тексеріп көрейік, олай болса. Сенің есімің? Аружан, сен де ала қой көрді, тақтаға тапсырманы жаза қой. Ал қалған балақайлар, ойланып отырайық, шешімі қандай болатынын табайық. Ортасында амалды жазалып. Азайту.
Алтыдан 3-ті азайтса, али қанша болады? Қанша болады? Жаза ғой. Қанша болады? 3. Тамаша, жаза ғой. 3. Дұрыс па ата-аналар? Тамаша, орнына бара ғой. Өте керемет, жүлделі, ақылды бала екенсің. Енді сенің біліміңді тексерейік. Бұл қандай сан? 5 қосу 5. Жаза ғой. 5 қосу 5. Конечно. Бірге жазайық, е? Мен саған бүгін көмек беремін. 5 қосу, айта ғой. Қосу 5. Қанша болады? 5-ке 5-ті қосса қанша болады? 10. Тамаша, жаза ғой. Дұрыс па ата-аналар? Тамаша, орнына бар ғой. Кәне, келесі кімде тапсырма бар? Кел қой ортаға. Біреуін осында бере ғой. Тапсырма. Бұл қандай сан? 8 азайту 4. Кәнеки ортаға кел, орынды ала ғой. Келе ғой, сен де балақай, келе ғой. Итсіңді? Айдар, тамаша, сен де орынды ала ғой. Сен де қандай тапсырма? Айта қойшы, кәне. 4 қосу 3. Қанша болады жауабы? 4 қосу 3 қанша? 7. Жаза ғой тақтаға, тамаша. Кәнеки екеуміз бірге жазайық, е? Бүгін мен саған көмектесемін. Сен үлкен болып өскенде маған көмектесесің, жарайды ма? Келе ғой. 8 азайту 4. Қанша болады? Кәне 8 азайту 4. Айты 8. Қайтайды? 8 азайту 4. Қанша болады теңі? 4. Жаза ғой. Айда жаза ғой сен өзіңді. Тамаша, орныңа бара ғой. Кәне, қағазы қайда? Тапсырма қайда? 4 дұрыс. Қосу деп жаза қойшы, қосу таңбасын. Қос, тағы да бір таяқшасы бар ортасында. Мынау қандай сан? 3. Жаза ғой. 3 деп. Тең деп жазайықшы енді. Тең деп жазайықшы. Міне. Тең. Қанша болады тең? Тең. Тең 7. Тамаша, дұрыс па аналар? Тамаша, доғыл шапалақ, орныңа бара ғой. Келе ғой. Сенің тапсырмаңды көрейік міне, е? Ал, кәне есіміңді атай қойшы. Қаттырақ. Алихан. Алихан, сенде қандай тапсырма? Кәне атайықшы, бұл қандай сан? 7 қосу 2. Тең қанша болады? 7 санына 2 санын қоссақ, бізде қанша болады? 9. Кәне осыны екеуміз жылдам жазайық онда. Жаза ғой. 7. Дұрыс па аналар? Тамаша, қосу 2. Тең қанша болды бізде, Алихан? 9. Қаттырақ айта қойшы. 9. Тамаша, 9 шапалақ. Біздің балақайларымыз мектепке дайын аналар. Енді ана болашақта сіздердің үміттеріңізді ақтайтын бүлдіршіндер болып өседі. Тамаша, жарайсыңдар. Жолда алтыға кітаптарды ерте күні енді оқимын шетінендей келе, өзге тілдің біліп, өз тіліңді құрметте деп, бауырсақ ертегісін ағылшын тілінде тамашалаңыздар. One day, lived a grandmother and a grandfather. And one day, grandfather was hungry and go to the grandmother.
Grandmother, make me a bun. Grandmother, what did they make? And the grandmother found enough flour. Yeah, grandmother. And the grandmother enough flour and make a bun and put on the window. Suddenly the bun rolled off the wood. The bun rolled. The bun rolled and rolled the bun and met a rabbit. I will eat you up. Please don't eat me. I'll we dance. Қошемет, аналар келіңіздер ортаға. Қанеке, тағы да бір ана ортаға шығыңыздар. Балаларыңызды қолдап келіңіздер, ортаға шығыңыздар. Қанеке, келіңіздер ортаға шығайық, тамаша. Көңілді әуен болса, бізде қазір кішігірім ақыры сіздерге таңдарыңызды тестігім келіп тұр. Бір санды қазақша, екінші санды орысша қадам басу арқылы жылдам санаймыз. Келістік пе? Білесіздер ғой? 1, 2, 3, 4 деген сияқты кете береміз, жарайды ма? Ал кәне, бір санды қазақша, екінші санды орысша, бірақ жылдам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жылдам. Тағы да. Бұл тек қана дайындық болады. Дайындық. Басынан санаймыз, кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Қате болып кеткен сияқты не ортасында. Есіңіз кімнің анасы? Ал Раяның анасын бір сынға алайық кәнеке. Тағы да басынан 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дұрыс балалар. Кәнеке, сіздің есіміңіз кім? Жұлдыз Мерейін. Даниялдың анасы. Ойыншарды түсінікті деп ойлаймын. Жылдам қадам басамыз. 1, 2, 3, 4. Бұл кісіде тек қана дайындық болатын. Келіңіз, кетпейміз. 1, 2, деп кетті ғой. Бұл дұрыс па олар? 1, 2 болу керек сияқты. Қайдеке басына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Sana sen. Ben ya aнаға берейік. 1, 2, 3, 5. Молодец, жарайсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша, бұл запалар жарайды. Аналар қошеметте отырайық. Кәнеке, жас бүлдіршіндеріміз өнерлі, өбелі, тамаша.
song. I got the phrase, I got the mass, I got from you. The barn rolled, and met a bear. Little barn, I will read you up. Please don't teach me, always sing song. I got the phrase, I got the mass, I got from you. The barn rolled, and met a fox. Hi, little barn. How are you? I'm fine. Little barn, I will eat you up. Please don't cheat me, always sing song. I got the phrase, I got the mass, I got from you. Barn, I know here, sit down now. I got the phrase, I got the mass, I got from you. Fox, she ate it, the barn. The end. Thank you. Сіздер біздің жаңағы ойынымыз ары қарай жалғасын тапсын, әлде тағы да бір сіздерді сынға алып, бір ойын ойнап жіберсек. Әкелер бар екен мұнда, келіңіздер ортаға. Кімнің әкесі боласыз? Келіңіз. Келіңіздер. Бірнеше үш аттына ортаға шығыңыздар, белсенді тапсамыз аналар. Бүлдіршіндеріңіз сіздер үшін тұрысып, билеп, ән айтып жатыр. Әкелер ортаға шықайық. Тағы да. Кімнің анасы? Алиханның ана, тағы да тінеше ана. Келіңіздер, аналар, ортаға белсенді, ортаға шығыңыздар. Келе қойыңыз. Кімнің анасы боласыз? Алиханның анасы. Келіңіздер, ортаға жайғасып отырыңыздар. Әкесін ортаға отырғыздай, ер адам, ортаға келіңіз. Қазір сіздерге тапсырма. Көңілді әуен қосылады. Мен айтқан дене мүшесі бойынша билейтін боламыз. Көзбен билейміз десек, денемізді қимылдатпай, тек қана көзімізбен билейміз. Мұрынмен билейміз десек, тек қана мұрынмен билейміз. Жарайды аналар? Кәнеки көңілді әуен қосып та, ең бірінші ерінен билейміз. Кеттік. Ерінен ғана билейміз. Ерін. Аузымызбен ғана билейміз. Кәнеки аналар әкелер. Аузымыз ерінен ғана. Көзімізбен, тек қана көзімізбен.
Құлағыңыздар. Бастелик? Тамаша. Доғып шапалақ балақайлар көрдіңіздер ме? Біздің аналарымыз, әкелеріміз де өнерлі екен. Тамаша. Оқып білім алатын, болашақ жұқын салатын, бақша менен қоштасып, мектепке ертен баратын бүлдіршіндерімізді үнді биімен қарсы алыңыздар. Озат болып оқыңдар, ойға білім тоқыңдар. Бүлдірсіндеріміздің 20 жылдық көрінісін тамашалаңыздар. Ала,
микрофонға сөйлеңдер. Дауыстан шықпай. Бір болды бер. Әмірге бер, Айгерім. Отырмай, мен сотайын. Сымбат, сен қандай мамандықты оқып бітірдің? Мен медициналық жұмысында дәрігермін. Балаларды емдеймін. Өзің қандай мамандықты оқып бітірдің? Мен сәулетшімін. Жеке фирмам бар. Керемет. Айгерім, сен мамандығың қандай? Әмір бер дейді. Мен балабақшада тәрбиешімін, балаларға қараймын. Естеріңде ме? Бұнда Мақпал апай мен Айжан апай. Ай, басым деуші еді ғой. Мен де қазір өз басыма келіп, мен кеттім ғой. Айгерім, балабақшамен жұмыс жасау өте қиын. Мен сен жақсы түсінем, мен мектепте. Айгерім, сұра. Алихан, сен қандай мамандықты оқып бітірдің? Сол қызметкерімін ба, лицамын? Естеріңде ме? Балабақшада ойын ойнаушы едік қой. Солай ойын ойнайық. Есіміңді атай ғой? Әмір. Әмір, жеңіскен жетті екен, не? Әмір кәне орынға барды ғой. Жарайсыздар, балақайлар, құрметті ата-аналар. 20 жылдан кейін осы сіздердің бүлдіршіндеріңіз өсіп, өніп, өркендеп, белгілі бір үлкен маман иесі болып, біздің балабақшамызды ұмытпай, тәрбиеші апайларын, көмекші апайларын ұмытпай, келіп, ескеріп тұрады деген сенімдеміз. Сондықтан да біздің жас маман иелері. Бар ғой, ағарай, әлия, бар. Ал микрофон қойды. Ал сөйлеп кетсек. Айтып жүрмін. Мен қызым жас басым.
Ендігі кезекте балалар мен жасөспірімдер Golden Talent 4-ші халықаралық байқаудың 1-ші орын иегері Мұхамеджан Раянаны анашым әнімен қабыл алыңыздар. Қошеметтеп отырайық құрметті ата-аналар. Қошеметтеп отырайық, және шапалақтаймыз. Маша, қайтып орныңа жайғаса ғой. Балабақшамен қоштасу ертеңгілігіне өзіміздің эстрада жұлдыздары, яғни экс-әнші, топ биші қыздарымыз мыңбұрала билейді. Кеши тобын қақсы алыңыздар.
тұрғандай. Қалайша қаларсың нұрланбай, енді уақыт басқаша, жер шары айналып тұрғандай. Балалардың вальс биін тамашаламыздар. Silent, I can wait here silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here silent, gotta make a change and make some noise. Undo myself, undo what hurts so bad, undo my pain, gotta get it out through the rain. I know that I am over you, at last I know what I should do. Undo myself. Trouble, baby, I'm in trouble. Every time I look into your eyes, save me, oh, gonna save me, far away from all the crazy lies. Undo what hurts so bad, undo my pain, gonna get out through the rain. I know that I am over you, and Жарайсыңдар балалар. Керемет балалар. Орнымызға отырайық. Орнымызға тұрайық балалар, қанекей. Тұрғандарымызға, бар үлестеріңізді қосқандарымыз үшін түн ұйқысын 4 бөліп өсірген аналарымызға алғыс айтамыз. But you got it, you don't believe it.
Раяна, Азат Алихан, жаңа келген әйгерім, Әбдіманап Ақбота, Бауқрет Адел, Қанаттар Аяла. Сондықтан да біз үшін арту өзі басқадан. Аузыңа микрофон тос. Арту өзі басқадан. Айта ғой. Аузыңа тос микрофон. Ты красавчик из клуба. Бізге керек қаймақпа, самсамнан не сұрпама, қажетті мақпалаға не отырады ортада, ай мақпаға мұна. Тамыл жұлдызынан мен бейге бармыз, ағылшын тілін игені, ақ сенімді ақтаймыз, бекері ақтайға мұна. Керемет біздің бұралғы биіміз Қалия пайғамбарымыз. Қошеметтеріңіз. Жақсы көреді, қуанады, күледі, кезектен сағымын лақпет бинап. Бүгінгі кешімізге арнайы шақырылған қонағымыз Верка Сердючка қабыл алыңыздар. Не смогла сказать нет.
жүрегімнің тәлбір кетемісің деп бақытқа бөлегенің шын бетіңді аймай сен үшін қуанышым келбедім дидарың бар айтылмаған ақтаннан әрбір сөзің көңілімді шатталған менің аппақ сағынышым сақталған көздеріңде сенің Sarım geçsim kayboldu, kasamanı koydum, özünde benimsin. bir yerisiz, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз берейік құрмет деп өзіңізге, арналсын түлектерге тілегіңіз. Балабақшамыздың меңгерушісі Сандуғаш Мақсат қызына беріледі. Қошемет дейміз. Қош келдіңіздер бүгінгі ертеңгілігімізге. Мінекей көріп отырғандарыңыздай балаларымыз қанша ұлттың биін билеп жатыр, өнерлі барлықтары би билеп жатыр, көріністеу қойып жатыр. Енді осындай балаларды қимайсың, қимасақ та енді мектепке жіберуіміз керек. Онымен қоса тәрбиешілеріміз де қандай өнерлі, әр өнерлерін көрсетіп, сіздердің көңілдеріңізде шығу үшін ат салысып, қанша күн қанша айлап дайындалды осыған. Енді өздеріңіз бағалап кетіңіздер. Балаларымызға айтатын тілегіміз, балаларымыз тек қана 5-пен оқысын, жанұя балабақшасынан шықтым деп мақтанатындай айтып отырсын. Одан кейін мектептегі мұғалімдерді мақтап отырсын, мынандай балабақшадан мынандай балалар шығады екен деп айтатындай, алғыс айтатындай сол мұғалімдері. Енді жақсы оқысын. Сіздердің нелеріңізді, үміттеріңізді ақтасын, ауырмасын ең бастысы. Аман болыңыздар, өздеріңізді, балаларыңызды. Келесі балаларымызды мақтау қағазымен марапаттайық. Осы диплом жанұя бөбекжай балабақшасының мектеп алды даярлық Ботақан тобының тілегі Елдарұлы Али балабақшаны жоғары деңгейде бітіріп, көркем жазу, оқу, санау, есеп шығару шеберліктерін игергендігі үшін беріледі. Тамамдап балалар бақшаны нық болды мінекей қадамын. Жанұя бөбектеріне үйретті сусындап ғажайып ілімге, әлеммен танысып бүгінде ойынмен астасқан балалық жол ашсын ғасырлық білімге. Елдарұлы Али марапатталады.
басталады. Бірге бар. Келе ғой, Дания. Келе ғой. Uzakbayev Aliхан marapattaladi. Ұстаз деген аяулы ардақты адам дей келе ортаға Мақпал Жүрсінбай қызын шақырайық. Құрметті ата-аналар, рахмет сіздерге келгендеріңізге. Көп рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Балалар, сендерге тек қана ақ жол тілеймін. Мектепке барғанда ұятқа қалдырмай, сабақтарыңыз тек қана 5-ке, тек үздікке оқыңдар. Әрдайым жолдарың артық болсын. Ата-аналарыңыз тілін алып, сабақты тек қана жақсыға оқып, қызыл дипломмен бітіріп, балалар, сендерге сенемін. Ата-аналар, сіздерге көп-көп алғысым шексіз. Балаларды осындай әдемі қылып, менің сөзімді жерге тастамай, барлықтарыңыз бірдей киім алып, биге, барлығына жүгіріп жатсыздар. Алғыс айтамын көп-көп. Егер де ізгі ниеттеріңіз болса, келіп балабақшамыздың келіп тілектеріңізді айтсаңыздар болып. Тағы да айта кететін осы балабақшамыздың ұжымдары, сіздерге тәрбиешілер көп-көп басым деймін. Рахмет. Барлығына көмектесіп, қатем болса түзеп жатсыздар. Рахмет. Енді менен қателік кетіп жатса, өздеріңіз кешіресіздер деп ойлаймын. Өйткені кішкене қобалжуда болды. Балаларымыз өте тамаша. Сіздер сияқты ата-аналармен қоштасайын деп отырмыз. Өте жауапкершілігі мықты. Сіздерге алғысым шексіз. Ата-ана капитеттеріне сөз берсем. Құрметті ата-аналар, сөз кезегі өздеріңізде. Үлкен әжеміз келіп отырында. Отыр екен кел. Құрметті ата-аналар, және балабақшасының ата-аналары, тәрбиешілері, және осы және балабақшасының басшысы Сандуғаш Мақсатқызы, Мақпал апайымыз, және тәрбиешіміздің көмекшісі, осы балабақшаға кімдер қатысты, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Басымды иемін сіздерге. Көп-көп ризамыз сіздерге. Киімін кие алмай деген
әріп білмей келген балаларымызды сіздер барлықтарын үйретіп, әріпке үйретіп, киімін киюге үйретіп, шашын жинауға үйретіп, барлықтарын үйретіп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Біз ризамыз сіздерге. Осы балабақшаны таңдағанымызға біз шүкір дейміз. Сіздерге тек алғыстан басқа айтарым жоқ. Осындай керемет түлектерді ұшыра беріңіздер, биік белестерден көріне беріңіздер. Мына кішкентай бүлдіршіндеріміз қызыл дипломмен бітірсін, Алла қаласа, мектепке Жанұя балабақшасын керемет деңгейде бітіріп келген деген атақпен сіздерді қуанта берсін. Сіздерге ризашылығымыз шексіз. Ал мінекей Жанұя балабақшасы бәрімізге Сандуғаш тәте Мақсат қызы. Садикімізде отқан үшін рахмет. Мақпал апай, сізге алғысым шексіз. Айжан апайым, мен сіздерге көп рахмет, алғысым шексіз. Алла қаласа, осы мектепте керемет бітірді деген атақты арғартай алып жүреміз деген ойдамын. Жанұя балабақшасы сіздерге көп рахмет. Осындай жас бүлдіршіндерімізді осындай тәрбиелеп бергеніңізге. Батамызды ұйықтатып, тамақтарын тойдырып, осындай білім бергендеріңізге шексіз, алғысым шексіз. Биіктерден көріне берсін тәрбиелеп. Қош келдіңіздер. Барлықтарыңызға Сандуғаш Мақсатына, Мақпал апай, тағы да артыңызда қаншама көмекші апайлар бар. Біздің балаларды Мақпал апайдың алдында Гүлзира апай, сіз тәрбиеледіңіз. Сізге де үлкен алғысымыз шексіз рахмет. Міне 3-4 жыл дегенде Жанұя балабақшасынан бірінші рет біздің бүлдіршіндерге насып етіп осылай қоштасу сәті. Алла қаласа бұдан да көп қоштасулар болу нәсіп етсін. Әрқашан жүздеріңіз жарық болсын. Осы балабақшада алған білімдерін балалар деген Жанұя балабақшасынан алып едім. Сандуғаш Мақсатына Мақпал апайымыз, Айжан апай, артындағы Бибитаумен бірге қосылып, артыңыздағы барлық қызмет көрсетіп жатқан жетекші апайларымыздан, көмекші апайларымыздан, Аспаз апай, Мира апай, сізге де алғысымыз шексіз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ата-аналарға ерекше қажылай бізді қолдап, әрқашан жоқ деп айтпайтын Ботақан тобының ата-аналарына өз атына басымды иіп тұрып сіздерге рахмет айтамын. Сосын біздің кішігірім сыйлығымыз бар. Сіздерге кішкентай болса да естеріңізде қалады деген оймен қабыл алсаңыздар. Мақсатына Ботақан тобының атынан сыйлық. Мақпал апай да ерекше алғысымыз шексіз. Шаштарын өтіп береді ол кісі. Рахмет айтасыз. Мен Мақпал апайға өте үлкен ерекше алғысымды айтқым келеді. Осы кішкентай аздаған уақыттың ішінде менің қызымның жан-жақты қырынан ашып бергеніне сізге көп рахмет. Мен қызымның кішкене сыйлығы бар еді, соны сізге. Апай, сізге рахмет.
Апай, сізге де рахмет. Мақұлды. Біздің кішігірім сыйымыз осы еді. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бұйыртса енді тағы да жақсы күндерде 20 жылдық айтты ғой балаларымыз. Бұйыртса 20 жыл, 30 жылда көрісу нәсіп етсін баршамызға. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Бүгінгі кешті өте керемет деңгейде жүргіздіңіздер. Бұның арқасында апайларымыз тұр деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Ата-аналар, сіздерге сыйлықтарыңызға өте рахмет. Алғысым шексіз, тағы да айтамын. Барлықтарыңызға басымды иіп рахметімді қайта айтамын. Сіздер үшін, сіздердің арқаларыңызда осындай керемет өтті деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға, сыйлықтарыңызға да. Рахмет ата-аналар, көп елеп атқандарыңызға, осының бәрі кәдімгідей көңіліне шығып тұрған. Рахмет сіздерге. Бұл жақта көбінесе бұрыннан келетқан ата-аналарымыз бар ғой, Айкөркемнің болмаса, екінші қызын бізден шығарып түлек қылып отыр. Бірінші түлегіміз қазір уже 5-ші классқа барады екен. Ал негізінде бұл жанұядан ең алғашқы түлек болып шығып отыр қазір. Құтты болсын, не болса, сіздерге рахмет барлықтарыңызға. Қош балалар, сәттілік бар. Үлгілі бәрің болыңдар. Жақсы оқып әрқашан тек бестікті алыңдар дей отырып, бүгінгі қоштасу кешімізді жабық деп жариялаймыз. Сандуғаш мақсатқыз, Әсет Сейітқыз сіздерге арнаған ата-аналардың ақ дастарханына баруға